Сәлем, менің атым Әсел, және осы сабақта have has got етістіктерін үйренетін боламыз. Сондай болса, кеттік. Окей, жалпы have got, has got және have has ол бір мағынаны білдіреді. Тек айырмашылығы кейбір адамдар have got пен has got-ты пайдалануға ұнайды, ал кейбір адамдар have has-ты пайдаланады. Мысалы, мен өзім have has-ты пайдалануға ұнатамын. Өйткені көп ойланудың қажеті жоқ. Have has-ты пайдаланатын болсам, мен тура present simple-дағы структурасы бойынша қолдана беремін. Ең алдымен have has-ның мағынасын үйретейін. Жалпы have has деген ол бар деген мағынаны білдіреді, яғни бір затқа ие болу, немесе бір зат сенде бар болуы, соны біз have has деп айтамыз. Мысалы, I have a pen. Менде қалам бар. My sister has a pen. Менің әпкемде қалам бар. Деген секілді, иә? Енді мына жақта суретке қарайық. Бұл бұрында хит болған өлең. I have a pen, I have an apple. Apple pen, pineapple pen деген еске түсірген боларсыздар. Бұл жерде де I have a pen дейді, яғни менің қаламым бар. I have an apple, менің алмам бар деген секілді, иә? Сонда бұл жерде қараңыздар. Мен екі түрде айта аламын. I have a pen деп айтсам болады, немесе I have got a pen. Немесе she has a pen, she has got a pen. Окей? Айырмашылық мүлдем жоқ, тек қана жазылуында және болымсыз сұраулы сөйлемде. Окей, енді қараңыз. Болымды, болымсыз сұраулы үш түрлі сөйлем бар бізде. Соның қазір екі жағдайын қарастырамыз. Біріншісі ол have got және has got пайдаланған кезде, екіншісі have has-ды пайдаланған кезде. Жалпы, егер біз have has-ды пайдаланатын болсақ, онда мен алдында айтқандай present simple секілді қолданамыз. Ол не деген сөз? Болымсыз және сұраулы сөйлемдерде мен do, does-ды қолданамын, немесе don't, do not, немесе does not, doesn't-ды қолданамын. Мысалы, болымды сөйлемді қарастырып шығайық. Are you with them мен біз әрине have-ды қолданамыз, ал he, she, it-пен біз has-ды қолданамыз. Немесе көпше түрде біз have-ды қолданамыз, ал жекеше түрде біз has-ды қолданамыз. Егер have got пен has got-ды пайдаланатын болсақ, ол да тура сондай. Яғни are you with a have got, he, she, it has got. Егер қысқартқыңыз келсе, I have got демей, I've got деп айтсаңыз да болады, немесе she's got. Окей, мысалдарды қарап шығайық. I have a sister, менің әпкем бар. He has a job, оның жұмысы бар. Teacher has a book, мұғалімнің кітабы бар. Teachers have books, мұғалімдердің кітаптары бар. Бұл жерде teacher деген бізде subject болып тұр, яғни зат есім, кім деген сұраққа жауап береді. Has-ды пайдаланып тұрмыз, өйткені біздің зат есім жекеше түрде тұр, бір мұғалім. Ал егер мұғалімдер дейтін болсақ, көпше түрде, онда біз have-ды қолданамыз. Окей, енді болымсыз сөйлемді қарап шығайық. Жалпы болымсыз сөйлемде біз are you with them мен don't have деп айтамыз, ал he, she, it пен doesn't have деп айтамыз. Ал егер біз have, has got пайдаланатын болсақ, ол кезде are you with them мен haven't got. Жалпы бұл жерде do not, does not-ты қолданбай, бірден have-тан кейін not қосамыз. Haven't got. Немесе he, she, it hasn't got. Окей, мысалдарды қарап шығайық. I haven't got a sister. Менің әпкем жоқ. He doesn't have a job. Оның жұмысы жоқ. Яғни жұмысы дегенде бұл жерде шын, жұмысы жоқ деген мағынада. Окей. People don't have time to cook, for example. Адамдарда тамақ жасауға уақыт жоқ. Don't have time, яғни уақыты жоқ деген сөз. People көпше түрде тұр, сол үшін біз do not-ты қолданамыз, does not емес. Окей, енді сұраулы сөйлемде біздің сол to be өткеннен бастап мен сізге айтқан болатым, сұраулы сөйлемде әрқашанда көмекші етістіктер, мысалы do, does, did болсын, will болсын, олардың бәрі алдына кетеді деп subject-тің. Бұл жерде де сондай, мысалы do you have a sister? Ал егер he, she, it болатын болса does she have a sister? Ал егер біз have, has got-ты қолданатын болса, ол кезде біз have got, немесе мысалы have you got a sister? Or has she got a sister? Окей? Енді біз сұраулы сөйлемде міндетті түрде қысқаша жауап беруіміз керек болады. Мысалы, do you have a sister? Yes, I do. No, I don't. Егер have you got a sister десек, yes, I have. No, I haven't деп жауап береміз. Енді біз сіздермен have етістігін жиі қолданатын сөз тіркестерін қарап шығайық. Have time уақыттың болуы, have money ақшаның болуы, have a family отбасының болуы, have a job жұмыстың болуы, have education
Бұл жерде education деген білімнің болуы. Have friends, достардың болуы. Have a meeting, кездесудің болуы. Have breakfast, таңғы ас ішу. Have lunch, түскі ас ішу. Have dinner, кешкі ас ішу. Бұл жерде біз мысалы кешкі ас ішем деп I eat dinner деп айтпаймыз. I have dinner деп айтамыз. Okay? Назарларыңызға рахмет. Бүгін have got, has got және have has'ты бірге өттік. Егер сұрақтарыңыз болса, төменде қалдырып кете аласыздар және міндетті түрде жаттығуларды үйде жасаңыздар. See you. Bye.